Сәлем достар, сіздермен Азиза, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді әрі етсіз дайындалатын, бар болғаны 15 минут уақытыңызды алатын керемет тағам пісіретін боламыз. Сондықтан да видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен табамызды қыздырып, оның үстіне сұйық майымызды құйып, пиязымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Содан соң алдын ала жуып тазаланған, соломка қылып туралған картошкаларымызды салып, дәміне қарай тұз, бұрыштарымыз, дәмдеуіштерімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Содан соң отын баяулатып, шамамен 10 минуттай, 15 минуттайға қалдырып қоятын боламыз. Картошкамыз піскенше, әрине, бетін жауып қалдырып қоятын боламыз. Содан соң пісерге жақын 2 немесе 3 жұмыртқамызды осылай жарып саламыз да, жақсылап араластыратын боламыз. Яғни жұмыртқамыз барлық жеріне жетуі керек. Осылай жақсылап араластырып аламыз да, бетін жауып, тағы да 2-3 минутқа қалдырып қоятын боламыз, жұмыртқамыз піскенше. Сонымен біздің тағамымыз дайын болды. Өте оңай, әрі жылдам жасалады. Және де бұл студенттік шақтың керемет шағы деп айтсам да болады. Мен өзім осы студент кезімде осы тағамды күнде пісіріп жейтінмін. Етсіз өте дәмді, әрі керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де асығыс болсаңыз, міндетті түрде осыны жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.